ақпараттарды таратып жатқан кезде барлығымыз да естіп біліп жатырмыз. Мен ойлаймын, мынау ақш-та 94 атом электр станциясы бар деген мәселені, Қытайда 56 АЭС бар, Ресейде 56 АЭС бар, мына Жапонияда 12-сі бар, Ресейде 36-сы бар, кешірім сұраймын, Францияда 56, Оңтүстік Кореяда 26 АЭС бар деген ақпаратты ағайынның біраз естіп білді ғой деп ойлаймын. Енді біз осы АЭС туралы айтқан кезде үнемі бұл жарылып кетпей ма деген қауіп туады, және АЭС деген дүниені мынау атом бомбасымен бір параллель келтіретіндей түсініктер айтылып қалады. Бірақ бұл жерде біз бір ұмытып жүрген мәселе бар секілді. Бұл атом электр станцияларының құрылымында медицинаға қажетті дүниелерді де өндіретін, жасайтын орталықтардың болуы. Әкім мырза, осы тұрғыда сіз толыққанды айта аласыз ба? Ел үреймен қарайтын, үреймен қарауы да дұрыс, бұрын соңды болмағасын. Бұрын соңды қазақ жерінде болмаған АЭС егер салынатын болса, ел қауіптеніп отырған АЭС елге көмектесуі мүмкін бе, жоқ па? Енді бұл жерде Нартай мырза былай ғой, елдер бұда радиациялық жаңағы зарардан қауіптен деп қауіптенеді, ал бірақ шын мәнінде бізде радиациялық медицина деген ұғым бар. Осы радиациялық медицинада қарасаңыздар, тіпті қазіргі мынау стерилді бинттер, стерилді шприцтер, барлық медициналық стерилді құрылымдар, солардың барлығын осы радиациялық жолмен стерилдейді. Өйткені оның жаңағы жалпы өндірісте оны стерилизация жасау, баяғы паровый давлениемен стерилизация жасаудан ол көп мөлшерде арзан түседі. Сондықтан біз осы радиациялық бағытты қолданады, ол үлкен жаңағы производственный мощность дейміз ғой, көп көлемде стерилизация жасау үшін осындай стерилизацияны қолданады. Ол енді радиациялық элементтер, ол тек қана ол жерде бізде уран ғана емес, басқа да элементтер бар, солардың ұғымымен. Және тағы бір айтатынымыз, бізде Қазақстанда мынау онкологиялық емнің диагностикасында қолданатын ядролық магнитті резонанс томография, ЯМРТ дейді, сол нәрсе бар. Ол дүниедегі сол құрылымның толыққанды жұмыс істеуінде бізде қателеспесем Қазақстанда 4-еуі бар. Ол нәрсені диагностика жасау барысындағы керек реагенттерді мынау біз Алматы қаласында қасында Алатау деген кіші шағын аудан бар. Сол жерде ИАФ дейміз, Институт ядерной физика. Сол жерден сол құрылымдарды, сол реагенттерді өндіріп жатыр. Яғни олардың тасымалдауы, біз енді ақпарат ретінде айтайық, оны не үшінге керек, халыққа жалпы. Енді біз мен АЭС-тің маманы емеспін, осы медицина саласындағы радиацияның қазір жүріп жатқан дүниесін айтып кетсек, сонда қараңыз, ол жердегі әрбір реагент мысалға бару керек онкологиялық пациентке жету үшін, ол жаңағы өндірістің қабырғасынан шыққаннан кейін 9 сағаттың көлемінде ғана оның күші бар. Оны қазіргі таңда Эйр Астана самолетінде олар арнайы халықаралық сертификатын алды, соны тасымалдауға арнайы бокспен ол дәрілер тасымалданады. Мысалға Шымкент қаласында сағат 10-да науқасқа сол процедура жүргізілетін болса, таңғы сағат 6-дағы рейспен Алматыдан Шымкентке ұшады. Жаңағы реагент бірге. Сіз ол самолетте ұшып бара жатсыз, сол жерге барады, сол жерден арғай тікелей барып сағат 10-дағы пациентке дәрі барады. Күнделікті күнде. Демек, ол жерде қорқатын дүние, жалпы үрейленетін дүние, радиациядан қорқу деген нәрсе, енді ол түсінікті, бәрі жерде айтып жатыр ғой. Телефоннан да, тіпті мынау аэропорттан да өтіп жатсыздар, медициналық кірсеңіз, мысалға келген жай қарапайым поликлиникаға келсеңіз, сол жердегі рентгеннің обучениесінің өзін, ол сол рентгенге лицензия беру үшін біздегі Қазақстандағы атом блогы бойынша солар экспертиза жасап барып рұқсат береді. Осы нәрсенің барлығы күнделікті тұрмыста жүріп жатқан дүниелер. Біз енді қазір Алматы қаласында осы агитация бойынша, референдум бойынша жүрген кезде біз осы мәселелерді айтамыз. Маман ретінде, медицина маманы ретінде, және одан да бөлек тағы ИАФ-та бізде осы, ол қазіргі таңда Қазақстанның ішкі нарығында олар сол бойынша табыс тауып отыр. Енді қазір Қырғызстанмен келісті, қазір сол реагенттерді Қырғызстанға сата бастайды. Кезінде анау естеріңізде ме, бізде Атарда салынған Казковид шығарған кезде, олар тек қана жануарларға ғана вакцина жасап отыр ғой. Қазір сол вакцинаны шығарып кеңейтіп жатыр. Сол секілді мына бағытта да, бұл радиациялық медицина бағытында да біздің Қазақстанда жасалып жатқан жұмыстар бар. Яғни ол да табыстың көзі. Қырғызстан, қазір Өзбекстан мен Түркменстанмен де келіссөздер жүргізіліп жатыр. Өйткені жаңа айттық қой, ол тез жылдам арада бару керек дүние. Яғни оны алыс жерден оларға алып келу мүмкін емес. Сондықтан біздің Қазақстанмен осындай олардың өздері келіп осындай жасап беріңдер деген өтініш шығып жатыр.